оқушылар, қазақ тілі сабағымыздан 82-83 беттердегі жаттығуларды орындайтын боламыз. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Етістіктерді тағы да бір қайталайық. Етістік не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарына жауап береді. Ол дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшады. Ал күрделі етістік екі не үш сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, көріп отыр, ұшып бара жатыр. Балалар, сіздермен бірге мына сөз жұмбақты шешейік. Бірінші, таудан ағып жатқан табиғи су. Дұрыс айтасыздар, бұлақ. Қарға тұқымдас ала қанатты құс. Иә, дұрыс айтасыздар, сауысқан. Сан. 6 саны, өте дұрыс. Аң патшасы. Әрине, арыстан. Уақытты білдіретін зат. Сағат. Балалар, көп берілген сызықтың ішінен батыс сөзі шықты. Біздің облысымыз батыс аймақта орналасқан. Енді жаттығуымыздағы 81-ші беттегі 31-ші жаттығуды орындайық. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіндегі етістіктерді тап. Торғай мен бұтақ. Бір топ торғай ұшып келіп ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу? Торғай нешеу? Балалар, 31-ші жаттығудағы етістіктерді теріп жазамыз. Үлгіде ұшып келіп, қонды етістіктері жазылған. Сіздер әрі қарай етістіктерді тауып дәптерлерімізге жазамыз. 32-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып, етістіктерді күрделі етістікке айналдырып жаз. Құйды, көмектесті, екті, ұстады деген дара етістіктер берілген. Енді сіздер алдына зат есім қойып, етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырып жазуларыңыз керексіздер. Үлгі. Сүт құйып отыр. Етістік құйып отыр. Мінекей, құйды деген дара етістікті құйып отыр деген күрделі етістікке айналдырдық. Дәл солай қалған дара етістіктерде сіздер күрделі етістіктерге айналдырып сөйлем құрап жазасыздар. Үйге тапсырма. 34-ші жаттығу. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың антоним екенін дәлелде. Байлады, шашты, жапты, үзді, ашты, жалғады, шешті, жинады. Үлгі. Байлады сөзіне антоним шешті. Ал шашты сөзіне антонимді балалар енді өздерің тауып жазасыздар. Сау болыңыздар балалар.